Сенемсің, жоқ па? Бірақ 2025 жылы Қазақстанда автонарық шынымен жарылып кетті. Жаңа көліктердің сатылымы 50%-дан асып түсті. Ал көш басында кім тұр? Тыңда да өз көзіңмен көр. Бірінші орында Hyundai. Тек бір айдың ішінде 4000-нан астам көлік сатылды. Elantra мен Tucson әлі де халықтың басты таңдауы. Берік, сенімді, қосалқы бөлшегі бар. Қазаққа керегі де осы, арзан әрі сапалы көлік. Келесі орында Chevrolet. Cobalt аймақтарда өте танымал. Қарапайым, төзімді, жанармай аз жұмсайды. Ал Spark пен Nexia баяғыдан бері бюджеттік таңдаудың көш басында. Енді сен күтпеген жаңалық, Қытай көліктері үздік бестікке кірді. Changan, Chery, Haval, Jack бәрінің сатылымы күрт өсті. Changan бір айдың ішінде 1,5 мыңнан астам көлік сатты. CS35 Plus пен Alswin нағыз хитке айналды. Бұл неге осылай болды? Бағасы арзан, жабдықтары мол, көрінісі заманауи, тіпті премиум санатқа жақын. Сатып алушыға қажет нәрсенің бәрі бар. Бұл жай сән емес, бұл нарықтың жаңа бетбұрысы. Бар болғаны 5 айдың ішінде қазақстандықтар 85 мыңнан астам жаңа көлік сатып алды. Ал сол көліктердің жартысынан көбі Қытай брендтері. Jetour, Geely, Chery, Haval бәрі де алдыңғы қатарда. Электрокөліктер әзірге көп емес, бірақ Tesla, BYD, Jack EV сынды үлгілер Алматы мен Астанада барған сайын жиілеп келе жатыр. Кеше сирек еді, бүгін қалыпты көрініске айналып барады. Тағы бір жақсы жаңалық, Алматыда көліктің бағасы түсе бастады. Бәсекелестік күшейді, жеткізу тұрақты. Қазір көлік алуға ең ыңғайлы уақыт. Қорытынды қандай? Қазақстандағы автонарық түбегейлі өзгеріп жатыр. Жапон мен Корей брендтері әлі де мықты, бірақ Қытай көліктері жаңа дәуірдің жаңа таңдауына айналды. Сонда сен қайсысын таңдар едің? Еске, бірақ сенімді Camry'ді ме? Әлде жаңа Changan'ды ма, панорамасы мен автоматты тұрақ қою жүйесі бар көлік? Пікірге жаза кет. Ұнаса лайк басып қой. Тағы да қазақша, шынайы шолулармен кездесеміз.